Армысыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы тұрақты тіркестер. Сөйлемдерді оқып, сұраққа жауап беріп көрейік. Ит басына іркіт төгілген заманда өмір сүрдік. Қандай заманда өмір сүрдік? Ит басына іркіт төгілген заманда. Ит басына іркіт төгілген заманда тұрақты тіркестің мағынасын білеміз бе? Іркіт дегеніміз не? Іркіт сүттен жасалған ұлттық тағам атауы. Ит басына іркіт төгілген заманда мағынасы молшылық деген мағынаны білдіреді екен. Молшылық заманда өмір сүрдік деп айтамыз. Екеуі бір-біріне ит пен мысықтай. Екеуі бір-біріне қандай? Ит пен мысықтай. Қас деген мағынаны білдіреді. Қайрат жерден 7 қоян тапқандай болды.